Бүгін біз осындай шоколадты маффины дайындаймыз. Өте дәмді, жұп-жұмсақ және тез дайындалады. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең бірінші 2 жұмыртқамызға сұйық майымызды, сүтімізді құйып, араластырамыз. Енді құрғақ ингредиенттерге көшеміз. Ұнымыздың үстіне какао, қопсытқыш, қант және шымшым тұзымызды салып, тұзымыздан кейін 2 ас қасық кофе саламыз. Дәл осы массаны сұйық массаның үстіне салып, барлығын бір келкі болғанша араластырамыз. Енді мен шоколадты ұнтатып қостым, бірақ бұл өз қалауларыңызша. Егер қаласаңыздар малина, смородина, кез келген фруктыды да салуға болады. Осындай масса шықты. Енді бұны біз маффины дайындайтын немесе кекс қағаздарына саламыз. Барлығын салып алғаннан кейін 180 градуста қызып тұрған духовкада 25 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің маффиныларымыз дайын болды. Өте жұмсақ және өте дәмді болып шықты. Ал сіздер міндетті түрде жасаңыздар және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақмарал, астарыңыз дәмді болсын.